Сәлеметсіңдер ме 11 сынып оқушылары? Толқындық қозғалыс бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары бар, каналға өтіп қажетті нұсқаны қарасаңдар болады. Бұл БЖБ-да 5 тапсырма беріледі. Бірінші тапсырмасы тұрғын толқын дегеніміз, яғни оқушылар тұрғын толқынға анықтама береміз. Тұрғын толқын дегеніміз жиіліктер мен амплитудалары бірдей, бір-біріне қарсы таралатын екі құма толқынның нәтижесі. Екінші тапсырма суретте скрипканың ішегінің қозғалысы нәтижесінде пайда болған тұрғын толқынның графигі бейнеленген. Мұндағы графикке қараймыз. Бірінші тапсырмасы жоғарыда көрсетілген суреттегі қандай әріп шоғырды көрсетеді. Оқушылар мұнда бізде М, Y және Д нүктесі берілген екен. Негізі М және Д нүктелері мінекей мұнда орналасу керек. Демек, мұндағы бізде жоғарыда көрсетілген суреттегі М және Д нүктелері шоғырды көрсетеді. Екінші тапсырмасы жоғарыда көрсетілген суреттегі қандай әріп түйінді көрсетеді. Мінекей түйінді көрсететін әріп бізде Б әрпі екен. Үшінші тапсырмасы берілген суретті пайдалана отырып тұрғын толқын ұзындығын анықтаңыз. Мұнда бізде жалпы ұзындығы мінекей 320 мм-ге тең екен. Мұнда біз ең алдымен ХБЖ-ға келтіреміз. 320 мм метрге айналдыру үшін мыңға бөлеміз. Сонда 0,132 метр болады. Енді толқын ұзындығын табамыз. Ол үшін мұндағы L-ді 2-ге бөлеміз. Сонда толқын ұзындығы тең болады екен 0,116-ға. Үшінші тапсырма, мұнда бізге тұрғын толқынның теңдеуі берілген. Осы теңдеуді пайдаланып, мұндағы астындағы 5 тапсырманы орындаймыз. Тұрғын толқынның негізгі теңдеуін жазып қояйық. Y тең 2 көбейтілген амплитуда көбейтілген синус kx көбейтеміз косинус. Енді біріншісінде біз циклдік желді есептейміз. Циклдік желі оқушылар мұнда мінекей уақыттың алдында тұрған шамайы, демек мінекей 5-ке тең болады екен. Периодты табамыз. Ол үшін 2π-ді бөлеміз циклдік жиілікке. Екіні көбейтеміз. Пи бізде 3,114. Циклдік жиілік бізде 5-ке тең. Алты бүтін 128 болады. Көбейткен кезде оны бөлеміз 5-ке, сонда тең болады 1,256-ға. Енді амплитудасын табамыз. Оқушылар мұнда бізде синустың алдында тұрған сан 10-ға тең екен. Ол бізде 2а-ға тең. Сонда а тең болады 10 бөлінген 2-ге. Сонда тербеліс амплитудасы тең болады екен 5-ке. Тербеліс емес, оқушылар толқын амплитудасы. Енді толқын ұзындығын табамыз. Оқушылар мұндағы бізде толқындық сан, мінекей x-ның алдында тұрған бізде толқындық сан. Оны табу үшін 2π-ді толқын ұзындығына бөлуші едік. Сонда толқындық сан мінекей 2π бөлінген 4, 2π алымында тұр, 4 астында, демек бізде толқын ұзындығы 4-ке тең екен. Енді жылдамдықты табамыз. Ол үшін толқын ұзындығын периодқа бөлеміз. Төртті бөлеміз 1,256-ға. Сонда тең болады 3,118-ге.
Келесі тапсырмада толқын көзінің тербеліс теңдеуін және жылдамдықты қолданып, толқынның ұзындығын, периодын және амплитудасын табамыз. Толқын көзінің тербеліс теңдеуінің негізгі теңдеуін жазып қояйық. X тең А көбейтілген синус көбейтілген циклдік жиілік және уақыт. Енді оқушылар, біз мұнда ең алдымен амплитуданы тауып алайық. Ол мінекей синустың алдына тұрған сан, ол бізде 2-ке тең екен. Енді периодты есептейік. Периодты табу үшін 2π-ді бөлеміз циклдік жиілікке. Сонда циклдік жиілік мінекей уақыттың алдына тұрған сан, 200π-ге тең екен. 2π бөлеміз 200π-ге. Сонда пилар қысқарады. 2-ні 200-ге бөлеміз, сонда 0,1 болады. Енді толқын ұзындығын есептейміз. Ол үшін жылдамдық пен периодты көбейтеміз. Жылдамдық 100-ге тең, период 0,1-ге тең. Екеуін көбейтетін болсақ, 1-ге тең болады. Тербеліс амплитудасы 2 метр, периоды бізде 0,1, ал толқынның ұзындығы 1 метр. 5-ші тапсырмасы. 2 когерентті толқын көзі 300 Гц жиілікпен бірдей фазада тербеледі. Толқындардың ортада таралу жылдамдығы 1,15 км бөлінген секунд. Бірінші толқын көзінен 20 метр, екіншісінен 30 метр қашықтықта орналасқан нүктедегі интерференция нәтижесі және К мәні, яғни толқындық санды табамыз. Толқындық санды табу үшін мұнда біз ұзындықтың өзгерісін бөлеміз толқын ұзындығына. Енді ұзындықтың өзгерісін есептеп алайық ең алдымен. Ол үшін L1-ден L2-ні азайтамыз. L1 бізде 20-ға тең, L2 30-ға тең. Азайтатын болсақ, тең болады екен -10-ға. Енді толқын ұзындығын есептейік. Ол үшін толқын ұзындығын табу үшін жылдамдықты жиілікке бөлеміз. Жылдамдығы бізде 1,15 км секунд еді. Килоның орнына 10-ның 3 дәрежесін аламыз. Сонда 1,15 көбейтеміз 10-ның 3 дәрежесін. Бұл бізде 1500 болады. Оны бөлеміз 300-ге. Сонда тең болады 5-ке. Енді толқындық санды есептейік. -10-ды немесе 10-ды бөлеміз 5-ке. Сонда тең болады екен 2-ге. Бізде К бүтін сан болғандықтан күшейеді деп аламыз.